Ауылда екі қарттың әңгімесі жалғасып жатқан еді. Ертең ораза басталып жатқанын білетін ауылдастар бір-біріне жақсы тілектер айтып дайындыққа кірісіп жатты. Қарт әже мен атаның әңгімесі де соған байланысты болды. Әже күлімсіреп терезеден қарап тұрып, ертең ораза басталады. Біз үшін бұл үлкен қуаныш, рухани тазалықтың сәті. Бала шаға да дайындалып жатыр ғой, деп сұрады ата, басын изеп ойлана жауап берді. Иә, әже. Барлығы дайын, бірақ бұл тек денсаулықты сақтап, сабырлыққа үйрететін емес, жүректің тазалығы мен рухани өсудің мезгілі екенін ұмытпағанымыз абзал. Енді жас буынға оразаның мәнін түсіндіру қажет. Әже көзін сығырайтып, күлімдеп, қазір балалардың ғаламтор мен ойындарға қызығушылығы басым ғой. Бірақ ораза тек аштық пен шөлге шыдау емес, жүректі тазарту, Алланың мейірімін сезіну. Кішкентайларымызға осыны түсіндіру керек, оразаның артықшылығын, сабыр сақтауды үйрету қажет. Ата терең тыныс алып, сосын, әрине, әже. Бірақ мен сенімен келісемін. Қазір ораза ұстау қиындап барады, бірақ адамдардың шынайы сенімі мен төзімділігі артады. Ораза рухани өсудің бастауы. Сондықтан келер ұрпаққа тек аштықты емес, ойды, жүректі тазартып, Аллаға жақындауға үйретейік, әже күлімсіреп сөзін аяқтады.